Күнің шөл, гүлін шөбеткен Шымкенттің әкімдігі жайындағы әгегәгімді көрмес бұрын арнаға жазыл, лайк бас. Мал монологын бастайды. Миллиондар жұмсалған саябақтың сыйқы осы. Саябақ емес, саясор деген дұрысырақ болар. Ойнамаңыз, осыдан 4 жыл бұрын Тоқаевтың өзі ашқан. Астанадан келесің. Арнайы. Ой, несіне қорғастан? Атқамінерлердің президент енді қайта айналып келмес деген бейғамдықпен жүргендей. Әйтпесе Гүлзарды осылайша жүзітіп жіберуге бола ма? Қаншама қаражат бөлінген, қаншама миллиардтар бөлінген. Енді осы паркымыз қараусыз қалды. Бүкіл осы жердегі тұрғындар келіп демалатын жеріміз жалғыз осы жер ғана еді. Демалатын емес, осы көріністен кейін жынданатын жердің қураған гүлі мен талы қара кесектің кезектенге шабытын оятатын сияқты.